Жалғастырайық. Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының құрамасы жастар. Премьер-лига 2013 Өшекі бір микрофон деп тұр. Астарлы әзілмен қағытпа қалжы, жастарды басып босқан керемет ойын. Жана құрама жайдарманда, шығыстың жігіттері Астанада. Кеш жарық ұлттық арна көрермендері, алдарыңызда махаббат нотаны Аягөз. Жалпы жігіттер, ойын тақырыбы? Ойын тақырыбы ғажайып болашақ. Ғажайып болашақ. Болашақта есте қалатын ғажайып дүние көрсетуіміз керек. Көрсетейік. Бәлкім осы жер есте қалу мүмкін. Жалпы көреміз ғажайып дүние. Человек-паук, яғни өрмекші адамның әйелі бар екен. Человек-пауктың әйелі бар. Көреміз Человек-пауктың әйелін. Мынау Человек-пауктың әйелі емес, әжесі ғой. Ондай болса осындай көтеріңкі көңіл күйді ауылдағы бикеші кетті. Нұртай Сабилянтың жерлестері, Біз бастаймыз. Аягөз қаласы орталық алан регби ойнап жүрген балалар. Are you ready? Are you ready? Go! Ойнай бер. Аягөздік адамдар махаббатқа адал болады. Себебі одан басқа бізде қызық нәрсе жоқ. Аягөз қаласы анонимді алқаштар клубы. Менің атым Әсет, мен алқашпын. Мен атым Жандос, мен алқашпын. Мен Қайрат Нұртас. Пайда осым ашылмайдай, жерге жұпар қалампыр шашылмайдай. 90 жылдары Аягөз өзінің бұзықтығымен әйгілі болды. Аягөз қаласы 90 жылдардағы қауіпті район. Не істеп атсың, а? Не қалдың? Күшігінді арғартай алып кет. Қалай күшігі? Жасап сайын ба? Ақтөшчат. Оны қоя тұр сен. Қарындасың режитсіз ғой сен меніме. Сен неме бет алып сөйлей бересің? Кетші бар! Кетші бар! Қарындасынан кешірім сұрайтын бол, Сен неме бет алып сөйлей бересің? Кетші бар! Мен екі рет қайталамайым, қарындасынан кешірім сұра. Кетші! Тоқташ, сен кімсің мен бауырыма дүкен дейтін, а? Мен Қайрат Нұртас. Асқар, Ойлап кеткесің ғой, кәдімгі. Жалпы Аягөз қаласы ерекше қаланың бірі. Ол Шығыс Қазақстан облысының орыстан ерекше қала. Қозы мен Баянның мекені. Ғашықтар мен... Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүрейім. Аман не болды? Қол кәдімгі тартылған ғой. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар... Жалпы құрметті көрермендер.
деген шапалақтарыңызда ешқашан қолдарыңыз тартылмасын. Жастар аягөз тіл көзден сақтасын. Және соңғы команда. Жалғастырайық. Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының құрамасы жастар Аягөз. Шақырып пойызбен ақырын Аягөз Астанада, шығысым солтүстік батысым оңтүстік барлығы басқалада. Астана әзілмен қағатпа қалжың сапалы ән oldu ғана. Жайдарманда Аягөз құрамасы! Кеш жарық Қазақстан, алдарыңызда махаббат отын Аягөз. Ғажайыптар маусымы. Жайдарманда бүгін ғажайып сәт. Кеше біздер ғашық болған, кездесуге асық болған, арулар жүр үйімізде. Айтпақшы достар, мынау біздің Аман. Аман қазір жоғары лигада ойнап жүрген танымал жігіттерге ұқсағысы келеді. Ал біздің ойымызша Аман мультсериалдың кейіпкерлеріне ұқсайды. Ондеше Астана! Берсе қолынан, бермесе тартып алатын Аягөздіктер! Неге екен түсініксіз, бірақ дене шынықтыру сабағында мынандай қыздар жиі кездеседі. Дүзел! Неме кіп кішкентай алдыға тұрып алғансың? Мен спорт секторымын ғой. Спорт сектор. Спорт секторым дейді ғой. Қыздарың қайда? Келе жатыр. Шуламаңдаршы. Айка, қазір тоса тұр, мен мұғалімнен сұран келем. Ей. Қайда бара жатсың? Мұғалім шөлде кеттім, су ішіп келейш? Бар тез бар кел. Айка, кеттік. Жалғыз барам дедің ғой. Мұғалім, өтейін! Аягөздік тұрғындар махаббатқа адал болады. Себебі әр туылған балаға пособие беріледі. Кеше ғана джинсы сатып алған бала 3-4 суретке түсіп тұр. Саған ба 3-4? Иә, маған. Ұстап тұра қалайын. Аға, мына жерден алыңызшы, мына жерден. Барлығымыз көлікпен дөңнен түскен кезде ішімізде бір қызық сезім болады, жыбырлап, е? Сондай оқиға көліктің артында қой жатыр. Сендерге де сезілді ма? Келесі әзілден өздеріңізді көріңіздер. Ал енді көрініс. Отбасы ошаққасы. Отбасында мынандай оқиғалар жиі кездеседі. Сәкен! Кімді көре алмайсың, а? Ашпа терезе, шыбын кіргізесің, отыр болды. Отыр. Отыр да шайын іш. Неме мектептің бәрі шулап жүрсің, а? Неме шулап жүріп?
Қазір әкеңгесін көкені танытады сен. Көкемді танимын, көкем аты Арай. Кім? Арай апайды айтып жатырмын. А? Ей, мына ауылым мені мүлдем тыңдамайды. Бүкіл мектептің терезесін сындырған. Айт ана ауылына бір нәрсе. Мә, шайларын ішіңдер. Не істеушің, жетпей керек. Мына басыңа жетпейді. Терезе сындырғанша қыз сындырмайсың ба? Соны айтам. Сенде кезінде 10-15 қыз сындыратынбыз осы. Ей, не дейді мынау? Қойшы қыз тұрсын. Неменеңе жетіп терезе сындырып үшін, а? Сенде кезінде жүгіріп жүретінбіз осы ауылда. Арлы-берлі, анда шапқылап, мында шапқылап. Шөп десе шөбін, от десе отының, көмір десе көмірін. Ауылдың бәрі еркелеп, ауылдың шестеркісі дейтін. Сен жүрсің, мұнан жетпей керек. Ей, балаға қырнай қала. Кезінде ауылда бәрі еркелеп, ауылдың шестеркісі дейтін. Өтсек қызық қойын. Неменеңе жетісі үшін соны айтшы, а? Соны айтам. Яғни көрішін баласын қарамайсың ба өзінде? Екі-ақ жатып кішкентай сені. Жүгірет те жүреді ғой осы. Есігін алды тап-таза. Су десе суға, от десе отына, көмір десе көміріне, тіпті алмай қалған өзім сияқты. Ей, не дейді мынау тағы да? Қойшы қызғанбай. Не жетпейді саған? Не жетпейді, а? Осы қаламсап дедің, қаламсапын да бердік. Қарындаш дедің, қарындашын да бердік. Тіпті елдің баласынан қалмасын деп өшігішкейін бердік қос саған. Не жетпейді? Айтысаған не жетпейді, а? Болды, баланы ұрма. Ше қой шайын, ше қой. Ой, айналайын қошақаным менің. Балапаным, айналып кетті. Болды, ұшпа балаға. Ұшпа, іш. Ой. Аңырсыма ше бұл. Балапаным. Бар кетші бар. Отыр тамағым. Отыр. Тұрғанда сөзді бұрышқа. Ей, баланы бұрышқа тұрғызғанша жұмысқа тұрғызсаш, баланы жасы 30-ға келді. Біздің аналарымыз құқық қорғау органдар сияқты. Даттайды, соттайды, іс біткен соң барып ақтайды. Енді еліміздің шығысына жол тартайық, сәлемдесу жастар Аягөз. Армысың Астана! Мектепке болса елеуші. Кешір Қазақстан! Алдамызда махаббат отан Аягөз! Жас шағында жалында дейді. Қазір жалынды жастар көбіне әлеуметтік желілерде отырады. Әлеуметтік желілерде қыздарға пікір жазса, осындай қызық оқиғалар болады. Жаным сол, ути-пути сол. Ал сен менің күнімсің. Айымсың сен менің жаным. Жаным ай. Алтыным менің. Ал егер дәл осылай жігіттерге жазса қалай болады? Батырым сол. Сен де менің батырымсың. Торсықтай болған домалағым сол менің. Сен менің ер жүрек торсығымсың. Қайталанбас туған қабанбайым сол. Берсе қолдан, бермесе тартып алып Аягөздіктер. Көрейік, жылына 700 мың теңге төлеп оқитын студент. Ата-анама ауыр тимесін деп жатақханада тұрып жатырмын. Мектептегі би кештерінде осындай оқиға жиі кездеседі.
Ассалаумағалейкум ағайын. Көрейік өзінің балаларымен ұйықтап жатқан ана. Шешева! Ашашыва! Ашашыва! Ей, сен қой ас кеткен, сызықтан аспа. Сен аспа сызықтан, аспай мен сызықтан, ұйықта бол. Кетші қайтты ғой, аспа деп сызықтан. Сен аспа бол. Жатыңдашы таңертең сабаққа тұрмайсыңдар. Айғанат бас. Аспа, сызықтан аспа. Үніңді шығармай жыла. Үніңді шығармай жыла. Екінші айғайлайтын болсаңдар, екінші нассыздан асып кетті. Таяқ жеп. Сіздермен болған жігіттері батыр, қыздары қарагөз, махаббатын отаны аягөз. Жастар командасы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының әкімі Нұрғалиев Нұрбол Жолдасбекұлына алғыстарды айтады. Және соңғы көрініс сайысы жалғастырамыз. Ортада Шығыс Қазақстан облысы Аягөз жастар. Әр жігіттің өміріндегі естен кетпес сәт ол үйге келін әкелуі. Ал үйге келін әкелгенде оны үйдегілері білмесе, бұл өте қызық. Үйде аға мен жеңгем жоқ екен. Мә, жеңгемнің халатын киіп ал. Қазір аға мен жеңгемді кеп қалуы мүмкін. Сен осында отыра тұра, мен қазір келемін. Жаным, ау, саған сыйлық. Рахмет. Тез келдің ғой. Жалпы ешқайда да кеткен жоқ қой. Қойшы. Жаным, мен қобалжып тұрмын. Осы сен қараптан қарап неме қобалжисың? Ей, бүгін сенің аға жеңгеңмен танысам ғой. Олармен танысқан сен 30 жыл болды ғой. Енді қобалжып жатсың. Жандос, есің жи, есің жи. Мынау кім? Танымаймын. Танымайтын адамды құшақтайсың ба не сонда? Апай, сіз түсінбей қалдыңыз. Жамандың сен. Бірінші рет көріп тұрмын. Бірінші рет көріппін дейді ғой. Бірінші рет көрген адам құшақтауға бола ма? Үйге келдім саған. Иә. Сен халатыңды киіп алып шық. Менің 8 мыңдық халатымды. Апа, бұл базарда 4,5 мың теңге тұрады. Екеуміздің отау құрамға 30 жыл болды ма?
Үй жаңа ағам келіп құшақтап кетті. Аға? Ағам өзі сондай қызық адам, енді ренжімеші жаным мен. Ренжіме маған, ә? Қайта сағынғанда уақыт өткізуді біледі екен. Жібер ағам, қайным жібер. Жібер ағам тоқал. Түсіндірші ағам. Ағам тоқал? Ағам тоқалын жібер. Дұрыс түсінбедіңіз жеңеше. Бұл менің болашақ жарым. Үйге келін қылып кіргізейін деп жүрмін ғой. Кіргізейін деп жүр. Ағам бірінші қолды қойды. Қалай, аға? Ағай, Дұрыс түсінбедіңіз, 2 жыл болды жүрмін. Саған айттым ба? Нелердің алдында шешесіне қарап қызын ал деп. Иә. Шешесіне қарап қызын ал деп. Атаң баста әкесіне қарап жүрсің. Мен қойшы өмір сіздерге жақпаймын. Шәкірт ақын шымара тұрғызып жатсыңдар ғой осы үйде. Жүр. Жүр. Алтын қайным. Жеңгем. Менде бір қуаныш бар ғой, жеңгем бір қуаныш. Ұрмай айт. Жеңгем менде бір қуаныш жаңалық. Мен сізге өзімнің жігітімді алып келіп тастағанға. Жігітімді алып келді. Біз не сендерге немене? Кіріп шыға берді. Қырғызстанның шекарасы ма? Ар жақта жүрген. Жако. Сиконай. Не болғансың, жеңе дейсің жаным? Киім астып бересің ба? Далада жаңбыр суық қалып құрғақ киім берші. Берген так. Мынау так колестік осы. Ағамдікі. Ертең мен қазір тамақ келейін, е? Тағы да? Жоқ, келейін, қатес келейін. Ренжіп қалдың ба? Далада 2 сағат тұрдым, жаңбырдасында ренжіген жоқпын. Сен сонда далаға шығып кеттің ба? Иә, далаға шығып кеттім. Жаным. Осы сен тамақ ішкен сайын арықтайсың ғой деймін. Тамақ жейсің, арық қылысың ғой. Қош қалсын давай. Айгүл, Жанды. Құрметті көрермендер, бұл көріністің қорытындысы. Бір-біріңіздің киімдеріңізді ауыстырмаңыздар. Жеке гигиенаны сақтайық ағайын. Соңғы сәлемдесу ортада Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы жастар командасы. Кеш жарық Қазақстан, алдарыңызда махаббат отан Аягөз. Біз бүгін финалда шығыстың сөзін сөйлейміз. Есенел Өкен атамның үйіндегі тонаш қыз сияқты. 73 жылғы. 40 жас құтты болсын Есен аға. Берсе қолынан, бермесе тартып алатын Аягөздіктер. Көрейік қазіргі замандағы қайыршы. Лайк басыңдаршы. Ақсерек, көксерек ойынын ойнап жүрген әжелер. Ақсерек, көксерек, бізден сендерге кім керек? Қатераш. Күлпаш керек. Не дейсің? Ауылдағы өрт сөндіру қызметі. Тас дәуіріндегі концерт.
Қыздар жігіттермен ұрысып қалған кезде өте қатты қиналады. Онымен қоймай көңілсіз музыка тыңдап, жүректерін одан сайын ауыртады. Неге мен сағынамын жаным сені езіле, көргім келіп тек көзіңді. Қосалы жүрегіме толып мені қинады, елесіңе мен зар болып. Көңілге сенен басқа ешбір адам сыймады, өзіңсіз дүние тар болып. Сағынамын сені, қинамашы мені, көте беріп әрдайым. Сағынамын сені, қинамашы мені, еще даусың жоқ дейді ғой мақұлық. Финалда 5 оңтүстік және 1 шығыс. Бірақ біз жалғыз келген жоқпыз. Қазақстан КВН одағы тарихында шығыстан чемпион шықпапты. Егер бүгін біз жеңімпаз болсақ, біздің емес бүкіл шығыстың арманы орындалады. Ғажайып маусым, премьер-лига, ән сыйлайды сіздерге жайдарманда. Аягөз жастары жаңа құрама, ақтық мәре бүгін финалда. Сен жастығымның сәрісі, сен көңілімнің нәрісі, сен бар жанарды жаулаған жайдарман, жайдарман, тек жайдарман. Ұлдары батыр, қыздары қарагөз, шын жүрекпен аягөз. Үйлену оңай, үй болу қиын. Ал үйленетін адамды білмеу, бұл одан да қиын. Әлгүлің, үйленбеген өзінен көрсін, ұқтың ба? Қазір үйге қандай келін алып келеді достары, сол қызға үйлендіріп жібереміз. Бұлыңды қоя тұршы. Алып келген қыз көнбей жатса шал. Көнбей жатса, әже? Ау. Қазір ғой, немереңіз үйге келін алып келеді. Егер сол келін көнбей жатса, табалдырыққа барып жатып алыңыз. Болды мен, таңдалып беріп. Сұраққа жауап табылды. Қазіргі заманда далада жатқан қыз жоқ. Әлгі қыз анау-мынау қыз емес екен. Пілдей мед академияда. Апай, міне, келіндеріңізді алып келдік. Рұқсат болса біз кетейік. Келін? Рахмет. Міне келін келді. Шашуы менен, ашуы сенен. Қымбат кәмпиттерің бандағы? Қымбат. Тайындал. Сәлеметсіздер ме? Медакадемиядан алып келген қыздардың түрі осы ма? Достар қарттар үйінен шатастырып алыпты. Не отсың? Не отсың? Жыла! Айғайла! Қайтам де! Бақыр! Айғайласаш! Несіне ағалайды екем? Несіне ағалайды екем? Осылай. Қайта қуанып отырым. Осы сәтті 40 жыл күтім емес бе? 40 жыл. Әй, неме, көнбей жатыр ма? Көнбей жатыр ма? Табалдырыққа жатайын ба?
орныма жатайын. Мынаны бар ғой, ұлын көретін болса, бірінші бар ғой, менің шашым жұлады. Екінші, сенің шашың жұлады, тұңба. Ала, я. Үйленетін болдым. Қызымды айтады, Анджелина Джолиға ұқсайды дейді. Өзім көрмедім, я дос. Сендер алып қашып әкеп қойдыңдар ма не үйге? Үйге әкеп қойдыңдар ма? Мен академияда оқиын. Қонақтар да келіп қойыпты. Сосын хабарласам, қонақтар келіп қойыпты. Апай, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қонақтардан бірінші болып өзіңіз келіпсіз. Келінді қалай көрдіңіз ба? Көрдім. Қалай екен? Әдемі ме? Бұйырғаны? Нешінші жылғы? 69. Ай, қатырас. Кіті. Ай, апай, қатырас. Мен өзімді болашақ жарымды осылай елестетем. Қуаныш шашты. Көздері ботадай. Шиедей қып-қызыл еріндері. Көктемнің құлпырған шағындай, көктемнің буағындай сыңғырып алған күлкісі. Апай, мен бақыттымын, апай. Мен бақыттымын, апай. Бақыттымын, апай. Көнбейді. Мен де бақыттымын. Апай, рахмет. Ұлым, Еркебұлан, бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, анашым. Бақыттан басым айналып тұр. Анау ішіп Шпит мен оны, білем ғой мен. Дұрыстап сұраш, қайтадан. Сау адам не? Андай кісінің қолынан ұстап отыра ма, бақыттымын деп? Сұра қайттан дұрыстап. Альбом көріп, мен кішкентай кезінде балабақшада, 20 жасымда. Мынау мен кішкентай кезінде. Еркебұлан, бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы, қуанып отырмын. Үйренем, анашым, бәрі жақсы. Ішіп алған анау. Еркебұлан, нақты осы қызға үйленесің ба? Үйленем? А? Мынаған? Камила. Мынаған? Камила, сен адымды Қопарбек деп қою керек. Қопардың ғой бәрін. Мына апайға ма? Я ертең елге қалай көрсетем? Бұл апай емес саған. Көшеге қалай шығам? Көше, апай емес, достарың алып келген сүйікті жарың сенің. Ят емес па? Қалай жүрем көшеде? Ят емес па? Үйленесің. Жақсы емес па? Есесіне көз тимейді. Дос, біз шатастырыппыз. Міне сенің болашақ жарың. Міне, негізі осылай болу керек. Жарым келді. Достарым шатастырыпты. Нағыз жарым осында. Мынау ма сенің жарың? Бәсе, менің талғамым, ұлымның талғамы ондай емес еді. Мен талғамым ондай емес, білесіз ғой, анашым. Нағыз жарым осында. Өзім ашайын, анашым, өзім ашайын. Сенің талғамың. Өкілігім шат. Жоқ жаным, саған сенгім келмейді. Алдағансың үмітті. Жоқ жаным, саған сенгім келмейді. Құрметті көрермендер, бұл көріністен шығатын қорытынды сұлулық бетте емес жүректе. Сіздермен болған жүрегі таза Еркебұлан. Түрме онша емес па не? Алдарыңызда өнер көрсеткен ұлдары батыр, қыздары қарагөз, махаббаттың отаны аягөз. Соңғы үй тапсырмасы. Ортада тұңғыш Астана, Қызылорда.